Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгінгі видео өте ерекше әрі әсерлі болмақ. Себебі бүгін мен сіздерге әлемдегі ең қорқынышты кино жайлы айтамын. Жалпы бұл тақырып өте дауға толы. Себебі әр адам әртүрлі секілді, көзқарасы мен қорқынышы да бөлек. Бірақ көпшіліктің даусымен әлемдік рейтингте 1973 жылғы Эксорцист, 2012 жылғы Заклятие, 2012 жылғы Синистерлер көш бастауда. Бірақ бүгін бұл фильмдердің біреуі де менің видеома таңдалмады. Мен бұл фильмдердің барлығын дерлік көргенмін. Өйткені контентіме байланысты үнемі тұрақты түрде хоррор, триллер жанрларын тамашалаймын. Әр нәрсеге етің үйреніп кететіндей, бұрынғыдай қорқу, шошу секілді әсерлерді алу жоғалып кетті. Бірақ жақында бір киноны көрдім. Ол осы уақытқа дейін алмаған әсерлер мен көптен бері менде туындамаған қорқыныш сезімін туындатты. Ол 2008 жылы жарық көрген Матрис. Голливудта емес, жапондарда емес. Бұл фильмнің режиссері француз Паскал Лаужер. Бұрындары Паскал қатты депрессияға түсіп, өз-өзіне қол жұмсау жайлы ойланып жүргенінде Матрис киносының идеясы келген екен. Солай сценарийді жазған. Киноның жазылу барысы да осындай жағдайда. Ал одан 2008 жылы сол бір идеясын киноға айландырды. Ал енді мен видеоны көпке созбайын. Бастайық. Кино былай басталады. Жәнегі жүгіріп бара жатқан қыздың есімі Луси. Ол ұзақ уақыт бір жерде қамалып, адам сенгісіз зорлық-зомбылық көрген. Бірақ бір күні ол осылай сол жерден қашып кетіп, жетімдер үйіне әкелінген. Бірақ көрген сұмдық өмірі оған үлкен травма туғызған. Ол ешкіммен сөйлеспейтін, ойнамайтын. Бірақ жетімдер үйіне Анна деген қыз келіп, Лусимен достасады. Луси мен Анна өте жақын құрбы болып кетеді. Луси тек Аннамен ғана сөйлесіп ойнайтын. Анна Лусидің жалғыз жанашырына айланады. Бірақ Лусиге бір үнемі қорқынышты әйелдің бейнесі көрінеді. Одан кейін 15 жыл кейінгі уақытқа ауысады. Және бейтаныс бір отбасы тамаша көңіл күймен таңғасын ішіп отырады. Мынандай демалыс күні не құртуы мүмкін? Ойбай, не болып кетті десек, мына кіріп келіп бәрін қырып тастаған қыз әлгіндегі Луси екен. Ол жылдар бойы зерттеу жасау арқасында өзін зорлап қинайтын мына екі ерлі зайыпты екенін тауып алған. Содан әрине кек алған. Одан Луси жалғыз жақыны Аннаға қоңырау шалады және не істегенін айтады. Және сол жердің мекен жайында береді. 15 жыл өтсе де Лусиге әлгі қорқынышты келіншектің бейнесі әлі көрінеді. Сол кезде Анна да келеді. Анна Лусидің жарақатын емдеп, мәйітті тазалап, айғақтарды жояйық дейді. Анна әлгі Лусиге көрінетін келіншекке тіпті мән де бермейді. Түнде Анна мәйіттерді даладағы шұңқырға апарып лақтырады. Сәл демалып алып, қыз мен әйелін апармақ болғанында әйелі өлмепті. Жарым жастар тірі екен. Не болса да деп өлген қызын апарып тастап жатқанында Лусидің айғайлаған даусын естиді. Барып қараса, Луси бір бөлмеде әлгі қорқынышты келіншекпен қамалып қалыпты. Ақыры есік ашылып, Анна оны қауіпсіз жерге апарып тыныштандырады. Және сол кезде Луси кезінде қалай әлгі қамаудан қашып кеткенін айтады. Оны әлгі еркекке келесі қинауға апармақ болып босатып жатқанында Луси оны итеріп қалып, ол темірге жығылып, талып түскен екен. Сол сәтті пайдаланып Луси қашып кеткен. Және қашып бара жатқан жерінде тағы бір бөлмеден өзі секілді қиналып жатқан әйелді көрген. Ол қанша көмек сұраса да ұсталудан қорққан Луси алдарына қарамай қашқан. Және сол әйелге көмектеспегеніне Луси әлі күнге дейін өкінеді. Солай екеуі көз шырымын алмақ болғанда, Анна тұрып әлгі тірі қалған әйелге көмектеспекші болады. Бірақ Луси оны ұстап алады. Луси ашуланып әлгі әйелді балғамен басынан ұрып өлтіріп тастайды. Одан Луси Аннаға, менің өмірімді құртқан, тірінің тозағын көрсеткен бұл әйелге көмектеспекші болдың ба деп қатты ашуланып ренжиді. Сол кезде Лусиге көрінетін әлгі қорқынышты келіншек, сен жарадың деген секілді оған алдыңғыдай нәрселерді жасамайды. Бірақ бәрібір қолын тіледі. Бірақ бұл көріністі біз Аннаның көзімен көргенде, Луси өз қолын тіліп отырады. Сөйтсе, келіншек тек Лусидің миында ғана екен. Одан Луси өмір бойы аңсаған кегін алып,
және жалғыз сенер адамына ренжігені үшін жалпы өмір сүруге деген ешбір себеп қалмағандықтан өз-өзіне қол жұмсайды. Осылай кино аяқталады. Әрине олай емес. Ертеңінде Анна әлгі үйдегі мәйіттерді көмгеннен кейін бір құпия есік тауып алады. Кіріп қараса, ол өте үлкен жер екен. Өте қорқынышты дүниелерге толы. Және сол жерден қамаудағы бір әйелді тауып алады. Анна әйелге көмектесіп жоғарға шығарады және келіншекке басындағы темірді алып беруін сұрайды. Сөйтсе, бұл темір жай ғана басқа кигізіп қоя салған дүние емес, бас сүйекке шегеленген темір екен. Біраздан кейін бәрі тып-тыныш болып, екеуі де мызғып отқан кезінде әлгі келіншек өз-өзіне қол жұмсамақ болады. Сол кезде үйге бір топ қарулы адамдар кіріп келіп, келіншекті өлтіріп тастайды. Бұлар осы істердің артында тұрған үлкен ұйымның адамдары. Бұлар неге осыншама үлкен жерлер мен көп адамдық жұмыстық топпен қыз-келіншектерді қинап зорлайтын болған деген сұрақтарға бұл ұйымның бастығы мадам Мазел деген кемпір өзі келіп жауап береді. Бұл ұйымның басты мақсаты мартыр адамдарды жасау болған. Мартыр деген өліп тіріліп, осы өмірден кейінгі өмірді көрген адам. Өліп тірілу деген тек жүректің тоқтауы емес, бүкіл ағзаның өліп қайта тірілуі. Бұл ұйым қыз-келіншектерге бүкіл ағзасын жұмысын тоқтатқанша қинайтын болған, барлығын ажалдан кейінгі өмірді білу үшін. Бірақ әлі ешқандай нәтиже шықпаған. Және сорлы Аннаны олар келесі мартыр тәжірибесіне кіргізетін болды. Олар Аннаны аямай ұрып соғып бастайды, шашын алып тастайды. Ұзақ уақыттық сұмдық қинаудан кейін оны соңғы кезеңге апарады. Олар Аннаның бетінен басқа барлық жерінің терісін сыпырып алады. Ал біраздан кейін Анна мартырға айланады. Сол уақытта мадам Мазель жылдамдатып келіп, Аннадан не көргенін сұрайды. Бірақ кино оның не айтып жатқанын бізге естіртпейді. Анна соңғы демемен біраз нәрсе айтады. Әрине, одан кейін өледі. Кешегі түні улы жайт орын алды. Біздің Анна мартыр болды. 17 жыл зерттеуде 4 қыз ғана осы сатыға өткен. Соның арасында тек Анна ғана көргенін айта алды. Мадам Мазел өзі барлығын естіді. Қазір оны сіздерге айтпақ. Мадам Мазел, сен өлімнен кейін не болатынын елестете аласың ба? Әрине жоқ, ханым. Елестетіп отыра бер. Кино осылай аяқталады. Ал енді бұл фильмді сараптасақ, мен үшін фильм неге сонша қорқынышты болды? Фильмнің өңі адамға суық сезім туындататын, ыңғайсыз сезіндіретін көкшіл төс, және киноның көп бөлігі жарық, мөшінсіз кадрлар. Бұның бәрі киноны шынайы сезінуге, тікелей қобалжуға, қорқуға келді. Және фильмнің сюжетін болжау мүмкін емес. Кино бітті деп ойласаң, бірақ сұмдықтары енді басталады. Және фильмнің сюжетінде ешбір үміт жоқ. Біздің ой-санамыз жасырын түрде көрген киноға шынайы әсер беріп отырады. Қорқынышты фильмде түпкі ойымыз сондағы кейіпкерлерге тілектес болып, бұларға жақсы нәрсе орын алуына үміткер болып отырады. Ал бұл фильмде жай ғана ешқандай үміт жоқ. Және бұл фильмнің ең қорқыныштысы көргеннен кейінгі әсері. Иә, ұзақ уақытқа дейін болады.